Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрберген. Бүгін мен топ 10 ойындарды сіздердің назарларыңызға ұсынбақшымын. Ендеше кеттік. Соңғы орында, яғни 10-шы орында бізде мой говорящий том ойыны. Қысқаша айтқанда, том ойыны бұны белгісіз компания шығарған. Мынаны 500 миллион адам жазылған. Бұл өте керемет. Бұлай айтқанда выживание десе де болады. Киім сатып аласыз, кайф ұнады. Осы том дейтін ойында. Бұны 500 миллион адам жазылған. Сен де жазып ал, көт отырма. Достар, біз оралдық. Ал 9-шы орында бізде GTA Grand Theft Auto City ойыны. Бұны 9-шы орынға қойған себебін бұл өкінішке орай ақшамен, сондықтан 9-шы орынға қойып отырмын. Бірақ осы ойын маған өте қатты ұнайды. Суретін қарасаңыздар 18. Бұны 1 миллион адам жазылған, өткені мына ақшамен, бірақ немен жазуға болады? Google-ден жазуға болады. Бірақ менде память жоқ. Бұны андай геймс адам жазып алған. Не істеп отырмын? Сол. Енді 8-ші орынға қадам басып. 8-ші орындағы бәріне танымал ойын Бабушка Гренни. Бұл 12+-терге арналған. Мұны сенесіздер ме? 20 миллион адам жазып алған. Прикинь. Бұнан Developer компаниясы бірлесіп құрастырған ойын. Бұл тоже выживание. Заттар табу. Артыңнан бір бабушка, осы суреттегі Гренни, бабушка Гренни қуатын болады. Осы Греннидің несінен үйінен қашып құтылу керек. Келді мастер подловка дейтіндерді. Бұны көшіріп алса, бұны көшіргім келеді негізі. Бірақ білесіздер оғы память жоқ екен. Ешқандай ойынды өшіргім келіп тұрған жоқ. Сондықтан 7-ші орынға кеттік. Ендігі 7-ші орындағы Slither.io ойыны. Қысқаша айтқанда Slither. Бұны Studios дейтін бір компания шығарған. Бұны білмейсіздер ғой. 100 миллион адам жазылған. Түсінесіздер ме? 100 миллион. Бұл да тоже выживание. Бір құрт боласың күттейден бастап үлкенге. Күттей болып кіресің, үлкен болып шығасың дейтін сияқты ойын ғой бұл да. Рекордың болады. Менде мына ойын бұрында болды. Греннида болды, мынауда болды. Екеуі маған ең қатты ұнайтын ойындар еді. Кешірім сұраймын. Артта ұстарам, мән бермеңіздер, балконда түсіріп отырмын. Басқа жақта не жоқ. Бірақ круг қыласың, не жинау керек, нән болғанша. Нән болған сайын жай жүре бересің, бір жаманы сол. Ендеше 6-шы орынға кеттік. 5-ші орында Mortal Kombat X ойыны. Бұл ойын маған өте қатты ұнайды, бірақ мұнадан да жақсы көретін ойындарым бар. Мына ең керемет ойын. Кейбір соткілерге мына ойын көшірілсе де ойналынбайды. Бірақ мен соткымды білмеймін. Мен соткым мощный қойынды. Бірақ басқалардың соткысы мощный болса айтпеңіздер. Бірақ мен соткым жақсы деймді. Бұны 18+ге арналған. 18-ден аспаған адамды көшіре алмайды мынаны. Көшірсе де бәсе ойнауға болмайды. Бұны 10 миллион адам жазылған. Айттым ғой жаңа, кейбіреулерінде не істелмейді, көшірілмейді, ойналмайды. Ендеше кеттік. Ал 5-ші орында бізде Некки компаниясы шығарған ойын Vector ойыны. Бұл осы 5-ші орынға мен 2 ойын қойып тұрмын. Vector және де Vector 2.
1 мен 2. Бұл 7+терге арналған. Любой адам көшірмесі болады. Бұны 100 миллион адам жазып алған. Сен де жазып ал, қарап тұрма. Бұл артың выживание емес, паркур ойын. Секіресің, паркур жасайсың деген сияқты ғой. Артынан бір найзағай мен бір адам қуады, сен ұстап алса біттің. Найзағай ұрады да шокер болады. Анау қолда бір шокер ма сондай тұрады. Ендеше қай орынға? 4-ші орынға қадам басып. Ал 4-ші орында бізде тоже Некке компаниясы шығарған, тоже Mortal Kombat сияқты ойын. Барлықтарыңыз білетіндей Shadow Fight ойыны. Бұны 100 миллион адам жазып алған. Бұл 12+. Бұл күшті рейс, вулкан, отшельниктенде мегалит, фунгус дейтіндерді отасың, титан, кайф. Ой, кешім сұрайым, техникаға ақаулар шығып болды. Нинжаға не деп айтып едім? Я күшті осы ойын, маған ұнайды, қатты ұнайды. Бірақ бұны көшу үшін память жетпей қалды. Білесіздер ғой, мен память жаман болады. Мегалит күшті ұнайды маған. Мынада магия бар. Не таты? Ұмытып қалдым. Лақтыратын бар, білетін шығарсыздар. Комментарияға жазып кетіңіздер, мен есіме түспей тұр. Мен неге осы Shadow Fight 2 ойынын 4-ші орынға қойдым? Өйткені бұл 2. 2 дегенде енді мен Shadow Fight 1-де көшіріп көрдім, память жетті оған. Бірақ ұнамады маған. Shadow Fight 2-не көшіріп көрдім. Көшірілген жоқ, память жетпей қалды. Shadow Fight 3-те көшіріп көрдім, құрсын. Бірақ оған бақытқа орай память жетті. Бірақ ол ойында маған ұнамады. Ой, бұл YouTube қорғып кетті. Кешірім сұрайын. Сотым қатып жатыр. Ендеше 3-ші орынға қадам бассақ, не істеп тұр? Бір орында тұр. Ал 3-ші орында бізде Supercell компаниясы шығарған ойын Clash Royale ойыны. Бұл 7+терге арналған, ұятсыз зат дейтін жоқ. Бұны 1 емес, 100 ғой. 100 миллион адам жазып алған, сен де жазып ал. Бұл выживание ма? Выживание емес, бұл Mortal Kombat, Shadow Fight-тардан өзгеше, бірақ бәрі қырғын ғой. Бір Shadow Fight пен Mortal Kombat екеуі бірдей сияқты ма? Бұл 2 адам қылып ойнауға болады, 1 адам болып ойнауға болады. Өзіңіз қанша ойнағыңыз келеді, сонша ойнаңыз. Осы ойында маған бұрын ұнайтын еді, бірақ қазір өшірдім, керек емес, ұнамай кетті. Одан да жынды ойындар ұнап кетті жаңағы. Shadow Fight дейтіндей, Slither дейтіндей, Mortal Kombat, Vector дейтіндей. Mortal Kombat дейтіндей. Mortal Kombat X дейтіндей. Сондай ойындар ұнап кетті. Сол. Бұда 3 не болады? Мына суретті көріп отқан шығарсыздар. Сіздер Clash of Clans'ты білсеңіздер, сол Clash of Clans'тан алынған ойын ғой бар. Бірақ екеуінде бір комбаттен шығарды ғой. Давай, кеттік онда 2-ші орынға давай. Ал 2-ші орында бізде тура сондай ойын жаңа айтқандай Clash of Clans ойыны. Бұл да тоже Supercell компаниясын шығарған ойыны. Бұл да тоже сондай ойын. Атака. Ратуша 12 бар. Мынаның обновасын білетін шығарсыздар. Ратуша 12 ашылды, электронный дракон ба, сондай бір бәле ашылды. Мен сотым қатып отыр. Кешірім сұраймын. Мынаны 100 миллион адам жазып алған. Тоже сондай ғой жаңағы. Не сияқты? Clash Royale сияқты. 100 миллион адам жазып алған. Ананда да 100 миллион адам жазып алған. Ендеше барлықтарыңыз күткендей 1-ші орынға. Ал 1-ші орында бізге ең керемет ойын. Ақшамен болса да ең керемет ойын. Minecraft ойыны. Бұл ақшамен. GTA 5 сияқты ақшамен. Сонда да мен 1-ші орынға қойдым.
Бұл 7+ға арналған ұятсыздым жоқ дейтіндей. Бұны 10 миллион адам жазып алған. Өткен бұл ақшамен. Бірақ Google-дан қараса, миллиард адам жазып алған шығар Google-дан. Ең керемет ойын маған өте ұнайтын ойын. Сондықтан бірінші орынға қойып жатырмын мен. Гастар күшті мынау. Тоже ең керемет ойын осы. Выживание ғой. Творческий маған ұнамайды. Творческийден гөрі мен творческийді шамалы 45 стак алмаз аламын да, выживание алмасам, сосын ұтып кетемін. Ойнайтын құрсын, кәдімгідей честно ойнаймын мен. Честно деген сөз, яғни білмеймін ондай сөзді. Бұны Mahjong дейтін компания бірлесіп шығарған ойын. Қате оқысам айып етпеңіздер. Бұл ең керемет ойын. Зомбилер бар, крипер, скелет дейтіндей. Алмаз табу керек. Ойнаның несін кереметтерін айта берсе 1 сағаттық видео шығады шығар. Егер осы видео ұнаса, осы видео көңілдеріңнен шықса, смело лайктарыңызды басыңыздар және жақсы комментарийлеріңізбен мені қуантып қойыңыздар. Осы видеоның астында подписаться деген қызыл кнопканы көрсеңіздер, соны өтініш басыңыздар. Соны басыңыздар, сосын колокольчик шығады белгісіз. Соны бассаңыздар. Сосын менен новый видеолар келсе сіздерге белгі береді. Ендеше видеомызды аяқтаймыз. Давайте.